Сәлем баршаңызға, менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Менің YouTube каналыма подписация етіп, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Алдағы уақытта көптеген рецепттермен сіздермен бөлісетін боламын. Бүгін мен сіздерге осындай жүрекше, TikTok'та хит болып жүрген жүрекше пирогын дайындадым. Дәмі өте керемет болып шығады. Ол үшін бізге осындай 3 жұмыртқа қажет болады. 3 жұмыртқамыздың үстіне шекерімізді салып, венчиктің көмегімен жақсылап араластырдым. Қанты ерігенше, бұл миксерді қажет етпейді бұл пирог. Осындай венчикпен ақ жасауға болады. Ол үшін осындай венчикпен жақсылап қантымыз ерігенше осылай араластырып алдым. Үстіне жылы сүтімізді, сұйық майымызды, яғни күнбағыс майын қосып жақсылап араластырдым. Енді үстіне ұнымызға разрыхетелімізді салып, аз-аздан қоса отырып, жақсылап араластырамыз. Бірдестен салуға болмайды, өйткені көтерілмей қалуы мүмкін. Сол себепті аз-аз ұннан сала отырып араластырамыз. Мінекей, барлық ұнды салдым. Осындай бізде қою қамырымыз дайын болды. Мінекей, осыны енді 3 қасығын бөлек ыдысқа осылайынан салып алдым. Бетіне жүрекше жасаймыз осыдан. Енді осыны 24 формамызда, сантиметрлік формамызға құя отырып 150 минутта пісіріп алдым. Мінекей, осыны енді үстіне жүрекшелерін жасаймыз. Ол үшін бізге осындай 4-5 капля красителімізді қостық. Сухой краситель қоссаңыздар да болады. Мен осындай мешокқа басын кішкене кесіп алып, осылай точка жасап шықтым. Үлкендеу қылып жасасаңыздар, жүректеріңіз үлкендеу болып шығады жүрекшелер. Мен осылай орташа қылып точка қойып шықтым. Мінекей, осылайынан айналдыра отырып точка қойдым. Енді таяқшаның көмегімен осылайынан айналдыра отырып жүрекшелер жасап алдым. Мінекей, осындай пирогымыз дайын болды. Ас болсын.